Түркістан облысының Түркістан қаласында жедел медициналық қызметті бүгінде 240 мыңға жуық халық пайдаланады. Жалпы қала аумағында 3 кіші бекет, 3 дислокация посттары және 27 бригада бар. Соның ішінде облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына қарасты нөмірі 2 кіші бекетте 10 бригада жұмыс жасайды. Мекеме меңгерушісі Медет Мейірханұлының айтуынша, нөмірі 2 бекет Түркістан қаласы мен Сауран ауданының халқына жедел медициналық қызмет көрсетумен айналысып келеді. 2025 жылы 1 маусымнан бастап 4 санат шақыртуларға уақытылы кешігусіз қызмет көрсету мақсатында Түркістан қаласында қосымша 5 бригада ашылды. Осы 2 кіші бекеті жалпы келетін болсақ, бірінші мөлтек ауданында орналасқан Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының 2 бекеті Түркістан қаласының Сауран, Шавгар, Бекзат мөлтек аудандарына және де Сауран ауданынан түскен шақыртуларға жедел медициналық жәрдем көрсетеді. Бекетте 10 бригада бар. Біреуі екі бригада дәрігерлік, 8 фельдшерлік, бір Бекзат мөлтек ауданында бір посттарымыз бар, бір постта орналасқан дислокацияда, екінші Сауран ауданы орталығы Шорнақта орналасқан бір бригадамыз. Сапалы көрсеткішке келетін болсақ, 2024 жылдың 12 айында 37.843 шақырту түссе, 2025 жылдың 12 айында 44.720 шақырту түсті. Өздеріңіз көріп отырғандай, яғни шақырту саны артты деген сөзді білдіреді. Енді бұның категориялары бар. Бірінші, екінші, үшінші санат, төртінші санатта. Бірақ осылардың ішіне қарай талдай отыра, яғни екінші және төртінші санаттардың сандарының асқандығы көрінеді салыстырмалы түрде. Оның сапалы көрсеткіштерінің біріне тағы да сәтті реанимация көрсеткіші кіреді. Оның 24-ші жылы 3 сәтті реанимация болса, қазіргі таңда 2025 жылы 4 сәтті реанимация атқарған қызметкерлер. Жұмыс істеу уақыты 24 сағат, яғни бір тәулік. Жедел жәрдем қызметі бұл адам өміріне қауіп төнген кезде шұғыл медициналық көмек көрсететін санитариялық көліктермен қамтамасыз етілген дәрігерлік, фельдшерлік және медициналық авиация бригадаларын біріктіретін маңызды қызмет. Аталған бекетте бүгінде 124 қызметкер ауысыммен халыққа қол ұшын созып жәрдем береді. Олардың басты мақсаты дер кезінде көмек көрсету арқылы адам өмірін құтқару. Түркістан облыстық жедел жәрдем станциясының біздің басшымыздың Мырзагелдиев Бақытжан Мырзагелдіұлының тапсырмасы бойынша бүкіл бекеттерге айтары негізі сапалы көмек көрсету, шақыртуға дер кезінде шығу, оның шақыртуға жеткеннен кейін сапалы түрде емдеу диагностикалық хаттама бойынша көмек көрсету және де қайта шақыртуды болдыртпау. Және сәтті реанимация бойынша, егерде клиникалық өлім болатын болса, сапалы көмек көрсетіп, сәтті реанимацияны көбейту. Адам баласының басына төнер қауіптің саны көп, соның бірі аяқ астынан болатын жарақат түрлері. Көлік қақтығыстарында, күнделікті тұрмыста, құрылыста, өндірісте, түрлі сипатта, түрлі дәрежеде жарақаттанып, жедел жәрдем қызметі шақырылады. Міне сондай сәтте жаныңнан табылатын дәрігердің біліктілігіне көп дүние байланысты, дейді Медет Мейірханұлы. Ес-түссіз жатыр, немесе дене қызуы көтерілді деген сияқты, немесе қолын кесіп алды дейді, немесе травма алды, бірақ қанаусыз, қаны көрініп жатқан жоқ, травма алды. Ол сынғанның белгісі деген секілді, соққанның белгісі. Кейбір жағдайда кескен кезде қанның көлемін сұрайды. Соған байланысты санаттарды диспетчерлер белгілейді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші санат. Жедел жәрдем мысалы бірінші санатта 10 минутте жету керек болса, екінші санат 15 минутте, үшінші санат 30 минутте, төртінші санатта 60 минутте жету керек. Енді біздің медицина қызметкерлеріне үйретеміз ғой, мүмкіндігінше барынша сабырлы болады. Біздің қызметкерлер науқасты түсінуге тырысады, өйткені ауырып жатқан науқас бір жері мазасыздан ауырып тұрған кезде жай-күйі басқаша болады. Жазылғаннан кейін басқаша болады. Мысалы кешкі уақытта көп шақыртулар түскен уақытта бригаданың бағана шақыртуда барлығы шақыртуда болуына байланысты кейде задержка болады. Босаған бригада санаттарына қарай, мысалы бірінші, екінші, үшінші санат, егер бірінші санат болса, босаған бригадан бірден кідіртпей сол жаққа жіберуге тырысады біздің диспетчерлер. Бірақ оның ішінде кейбір үнемі шақыратында науқастар бар.
повод вызова дейді, бағана шақырту себебін асыра сілтеп қауіпті етіп айтады. Сол кезде біздің бригада ол жақ қауіпті деп барған кезде шынымен қауіптісі бар шақыртуға бармай мына жаққа қарай кетіп қалады. Яғни ол жерге барған кезде стресс болып шығады, болмаса ренжіскен болып шығады, сондай жеңіл шақыртулар болып анықталып жататын кездер болады. Өйткені оны былайынша да айтуға болады, ол жерде науқасқа ол қауіпті көрінді. Медициналық тұрғыда біз повод вызова шақырту себебін сараласақ, ол жеңіл 4-ке немесе 3-ке жататын болып шығады. Оны енді телевидение арқылы, басқа әлеуметтік желілер арқылы жүргізіліп жатыр үгіт насихаттар. Өйткені аса қауіпті мынандай шаралар болған кезде ғана нақтысын айтсаңыздар, өйткені соған қауіп факторлеріне қарай отырып біздікілер диспетчерлер шақыртуды қоя бастайды. Мына бригадаға дәрігерлік бригада барсын, мына шақыртуға дәрігерлік, фельдшерлік бригада барсын, немесе мысалы жеңіл температураны бір таблетка парацетамолды ішіп температураны басу керектің орнына жедел жәрдемді кейіндеу жіберуге болады. Ал жол көлік апаты болды, немесе секірді, немесе кесіп алды, немесе асылды деген шақыртуларға бірінші жібергеніміз абзал болады негізі. Жедел жәрдем қызметіне адам жаны қысылғанда жүгінеді. Сондықтан да бір тәулікте мұнда ең азы 150 шақырту келіп түседі екен. Бүгінде қызмет көрсету автоматты шақырту жүйесі асу көмек арқылы жүзеге асырылады. 103 телефон нөміріне қоңырау келіп түскен сәтте ең жақын бекетке хабарлама жіберіледі. Шақырту бізде кол орталыққа түседі. Кол орталыққа түскеннен кейін барып шақырту біздің жақын, сол мекен-жайға жақын орналасқан бригадаға, яғни Бекзат мөлтек ауданында бір постымыз бар дедік қой. Егер де шақырту сол жақтан түсетін болса, ол кезде Бекзат мөлтек ауданында бригадаға беріледі. Ол планшет арқылы асу автоматты басқару жүйесі бар, көмек. Сол арқылы бірден бригадаға түседі. Барғаннан кейін шақыртуды көреді. Егер де емдеу диагностикалық хаттама бойынша жатқызуға көрсеткіш болатын болса, науқасты көмек көрсетіп, дер кезінде көмек көрсетіп, науқасты тасымалдай бастайды ауруханаға. Осылайша 24 сағат халықтың амандығын тілейтін, дер кезінде көмекке жедел баратын қызметкерлер арнайы базаға науқастың ақпаратын толтырып, санаттық дәрежесіне қарай бригада санитарлы көлікпен жолға шығады. Олар күнмен уақытта санамайды. Боранды аязда да, күннің апатты ыстығында да, оқыс оқиға орын алған жерден де табыла білетін мамандар. Екі дөшпен нышаны бір мекен жайына түсіп отыр. 60 жаста ер азамат жүрек ауырады деп түсті. Қазір біз екінші санатта бұл 10-15 минутта жетуіміз керек. Алғашқы көмек көрсетіп, науқасты ауруханаға тасымалдау керек болса, науқасты ауруханаға тасымалдаймыз. Және біздің әр шақыртуымыз мындай бейне жазба арқылы түсіп отырады. Барған уақыттан босағанға дейінгі уақытымыз осы бейне бақылауда жазылып отырады. Айта кетейік, қалалық нөмірі 2-ші кіші бекетте бүгінде 10 санитарлық көлік бар. Оның 3-еуі өткен жылы жаңартылған. Жаңарған заманауи көлікпен дер кезінде көзделген жерге ерте жетіп, жасалған көмек арқылы талай пенденің дәм тұзы таусылмай, ғұмырлары жалғанғаны анық.